бөлшек сызықты функция деп мынандай функцияны айтады. Y тең бөлшек алымында сызық функция және бөлімінде де сызықты функция. Осындай түрдегі функцияны бөлшек сызықтық функция деп атайды. Бөлшек сызықтық функция. Қайталап айтам. Бөлшек сызықтық функция деп осындай функцияны айтады. Мұнда алымында сызықтық функция және бөлімінде де сызықтық функция орналасса. Мысалы, мынандай функция. Y тең 1 бөлінген x. Бұл да бөлшек сызықтық функция, алымында сызықтық функция, тұрақты функция және бөлімінде де тұрақты функция. Келесі. Y тең 3x минус 1 бөлінген 2x. Немесе мынандай функция. 7x минус 6 5x қосу 11. Осылардың барлығы бізде бөлшек сызықтық функция деп аталады. Енді мынандай теорема бар бізде. Ол бізде былай дейді. Кез келген бөлшек сызықтық функцияны, яғни мынандай түрдегі функцияны мынандай түрге түрлендіруге болады дейді. Яғни мынаны басқаша жазуға болады дейді. Мысалы былай дейді. Мысалы мына жерде бізде k деген сан болсын, мына жерде tx плюс m плюс n дейді. Міне, осындай түрде жазуға болады. Яғни, мына жерде қарасаңыздар, бізде айнымалы үстінде де астында да болуы мүмкін. Ал мына жағдайда тек айнымалы астында орналасқан, яғни бөлімде орналасқан бөлшектің. Осы түрге келтіруге болады дейді. Жақсы, енді мысал түрінде көрсетейік, қалай келтіруге болатынын. Мысал 1. Бізде мынандай бөлшек сызықтық функция берілсін. Y тең 3x минус 1 бөлінген 2x плюс 5. Осындай бөлшек сызықтық функцияны түрлендіру керек. Жаңағы түрге. Түрлендір. Яғни мынандай түрге дейін. Y тең, мысалы жаңағы k болды, астында tx плюс m плюс n. Осындай түрге келтіру керек. Шешу. Алдымен берілген жазылайық. 3x минус 1 бөлінген 2x қосылған 5-ке. Мына жерде алдымен былай істейміз. Бізде бөлімде 2x тұр, мына жерде 3x тұр. Сондықтан біз мына жерге қазір 2x жазамыз да, оған бөліп жібереміз. Сонда бізде мына 3-іміз тұра береді. 3 бөлінген 2 жашаның ішінде, ал жашаның ішіне біз мынаны жазамыз. 2x қосылған 5 деп. 2x қосылған 5.
Енді біз қараңыздар, мына жерде 5-ті қостық және ол бізде артық нәрсе. Енді осыны азайтып тастау керек. Азайту 5 деп қасына жазамыз. Және бізде қасында азайту 1-іміз бар. Ал бөлшектің бөлімі өзгермей қалады. Сызықтық функциямызды көшіріп қоямыз. 2х қосылған 5 тең. Енді қараңыздар, жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқан кезде біз мынаны тек мына қосылғыштың екеуіне көбейтеміз және мынаған көбейтеміз. Яғни біз мынаны осы түрінде қалдырамыз. Сонда бізде 3 бөлінген 2 жақшаның ішінде 2х қосылған 5 болады. Және азайтылған осыған көбейтеміз. Азайту 3 бөлінген 2 көбейтілген 5 және азайтылған 1-іміз бар. Бөлінген 2х қосылған 5-ке тең. Енді қараңыздар, мына жерде бізде азайту түрінде жазылып тұр. Біз мынаны бір ортақ жақшаға алайық та и минусты шығарып жіберейік. Сонда бізде мына жерде плюс болып кетеді. Енді былай істейміз. Мына өрнекті және мына өрнекті жеке-жеке бөлшектердің алымдарына жазамыз. Яғни жеке-жеке бөлшек түрінде жазамыз. Сонда бізде болады 3 бөлінген 2, 2х қосылған 5 бөлінген мынаған 2х қосылған 5-ке. Азайту және жаңа біз мынаны айттық, мен өшіріп тастаппын. Мынаған азайту 3 бөлінген 2 көбейтілген 5 қосу 1 бөлінген 2х қосылған 5-ке тең. Енді қараңыздар, мына жерде бізде бірінші өрнекте алым мен бөлімі қысқарып кетеді. Қалады 3 бөлінген 2, яғни 1,5. Азайтылған. Мына жерде бөлшектің алымын есептеп жедік. 3 бөлінген 2 1,5, 1,5-ды 5-ке көбейтеміз. Болады 7,5, 7,5-ға 1-ді қосамыз, болады 8,5, 8,5. Астында 2х қосылған 5 қалады. Міне. Енді мына жерде бөлшекті тағы түрлендіруге болады. 8,5-ті жай ғана натурал сан түрінде жазуға, сол түрінде жазайық. Сонда тең болады. 1,5-ды жазып қояйық біздің әзірге. 1,5 азайтылған. Ал 8,5-ті біз былай жазайық. 85 деп үстінде тұрсын. Ал астында 10 көбейтілген жақшаның ішінде 2х қосылған 5 тең. 1,5-ді қайттан жазып қояйық. Азайтылған. Мына жерде қысқартып жіберейік тағы да. Бізде қысқарады 5-ке. Мында 5-ке қысқартсақ болады 15. Мына жерде болады 2. Шырыспасам. Жақсы, енді қалғанын жазайық. Сонда бізде бөлшектің алымында 15 қалды. Ал бөлшектің бөлімінде мынаны біз жақшаның ішіне көбейтіп жіберейік. Сонда болады 4х қосылған 10. Түрлендіруіміз аяқталды. Сонда бізде жауабымыз y тең. Енді қараңыздар, мынаны бірінші жазсақ болады. Осы түрде жазу үшін, бірақ та осы қалпында жазсақ. Сонда 1,5 азайтылған 15 бөлінген 4х қосылған 10. Біз түрлендіруімізді аяқталдық. Қарасаңыздар, расында да сол түрге келтірдік. Бізде бөлшектің үстінде жай ғана сан тұр.
бөлшектің бөлімінде сызықтық функциямыз тұр және оған қосылып тұр қандай да бір тұрақты сан. Яғни есебіміз аяқталды.